жалпы осы домбыра әлеміне, күй әлеміне қалай келдіңіз, басы неден басталған еді? Өзі екі арнаға бөлінеді ғой, жаңағы шертпе күй, сосын төкпе күйде. Төкпе күйде де философиялық күйлерде де табылып жатады. Мен домбыраға қатысып, осы 6 жыл бойы қазір домбыраны оқып жүрмін. Ал енді мына шертпе күйдің басында тұрған мына Бәйжігіт бабамыз ғой, содан бері міне жалғасын тауып, үзілмей жалғасын тауып келе жатыр. Домбыра жүрегіммен үндесудің, өзіңмен сырласымды етілдесем, бабамнан қалған мұра сен болмасаң, өнердің не екенін білмесең дейді. Ассаламалейкум, құрметті көрермен. Эфирде Talk Culture Астана медиа сұхбат жобасы, жалпы осы Астана қаласының мәдениет және шығармашылық әлеуетін танытуға арналған сұхбаттық медиа жоба. Жоба барысында біз осы мәдениет пен өнер саласының өкілдерімен мазмұнды, ашық және кәсіби түрде сұхбаттасатын боламыз. Енді бүгінгі біздің подкаст жобамыздың алғашқы қонағы мәдениет саласының үздігі, күйшілер одағының мүшесі, өнертану ғылымдарының магистрі, шертпе күйдің шебері Бердісов Жігер Талғатұлы. Жігер мырза, қош келдіңіз. Енді жалпы өзіңіз қазіргі таңда осы Астана қаласындағы, Астана қаласының жастар сарайында қызмет етіп жүрсіз. Жалпы осы домбыра әлеміне, күй әлеміне қалай келдіңіз, басы неден басталған еді? Рахмет. Енді мына қазақтың төл өнері, сонау атадан балаға, ұстаздан шәкіртке солай ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан қасиетті өнер ғой. Енді осы бала кезімізден осы қасиетті қара домбыраны үйреніп бастап, біз енді мен өзім бір жасымнан бастап сол ата мен әжем қолында өсіп тәрбиелендік. Шалменге бірдің тәрбиесін көрдік. Ата мен әжем сол қолында өсіп, сол әжем мені осы мектеп қабырғасында жүрген кезде осы домбыраны жанына серік етіп, болашақта осы өнерді жалғастырсын деген оймен берген болатын. Нақтырақ айтсам, осы туған жерім Абай облысы Үржар ауданында Еркеғали Рахматиев атындағы саз мектебінде сонда оқып бастадық осы домбыраны. Бұрынғы Шығыс Қазақстан облысы. Иә, бұрынғы Шығыс Қазақстан облысы. Содан бері одан үлкен мәдени орта Алматы шаһарына ат басын бұрып, сол жақта қасиетті Қара шаңырақ Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына оқуға түстік. Содан бір міне сол жақта профессорлардан, майталман күйшілерден сабақ алып, сол кісілердің салған сара жолын жалғастырып, барымызша тамшыдай осы үлесімізді қосайық деп, сол өнер жолында жүрген жайымыз бар. Күйшілік өнерді насихаттап. Өзіңіз ұстазсыз. Өзім ұстаз. Бүгін қасыңызға мінеке шәкіртіңізбен келіп отыр екенсіз. Рауан Батыр, Рауанды таныстырып өтсеңіз көрерменге. Осы енді жастар сарайына осы ұстаз болып жұмысқа орналастық. Осында енді қазіргі таңда балалар бар. 10 шақты шәкіртім бар. Соның бірі міне Рауан. Қазір бұйырса күй тартып береді сіздерге. Енді мына айтады ғой, Ақиқ Мұқағали Мақатаев ақын. Домбыра жүрегіммен үндесудің, өзіңмен сырласымды етілдесем, бабамнан қалған мұра сен болмасаң, өнердің не екенін білмесең дейді. Енді мына қазақтың қара домбырасы ол адамның, мына әсіресе өнер азаматтарының, дәулескер күйшілердің жан серігіне айналған. Мұқағали айтқандай жаңағы мұңдасымда, сырласымда дегендей, кей кезде бір болады, жаныңды, сырыңды ешкімге айта алмайтын кездер. Сол кезде осы
қасиетті қара домбырамен мұңдасамыз, сырласамыз. Өзіңіз енді шәкірт тәрбиелеп жүрсіз. Қазіргі таңда осы шәкірт тәрбиелеуде қандай бір қиыншылықтар бар, немесе қазіргі осы жас өскелең ұрпақтың домбыраға деген қызығушылығы артты деп ойлайсыз ба бұрынғыға қарағанда? Әрине. Қазіргі таңда балалардың өнерге деген махаббаты жақсы. Құштарлығы. Енді қасиетті қара шаңырақ осы Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы бар. Осындағы Астана қаласындағы Күләш Байсейітов атындағы өнер университеті бар. Сондағы бітіріп шығып жатқан түлектер. Сонда осындай біздің оқушыларымызды білім беретін мамандар болып тәрбиеленеді ғой. Аллаға шүкір. Енді жалпы мына мектеп қабырғасында оқып жүрген балалардың өнерге деген құштарлығы жақсы. Енді өнерге әркімнің бар таласы деп айтады ғой. Бұған өнерге келу үшін қабілет болу керек. Өйткені егер ондай барлығы тартып кете беретін болса, барлығы халық қарсы болып кетпей ма? Сондықтан өнер деген ол әкенің қаны мен ананың үстімен келетін қасиетті өнер. Сондықтан жаңағы жұмақты көзінде оты бар, бойында таланты бар балаларды, олардың көзін ашып, жалпақ жұртқа өнерін көрсетуге, бұлақ көрсең көзін аш дегендей, ол солай тәлім беріп, жағынан тәрбие, ол ұстаздардың басындағы былайша айтқанда міндеті деп санаймын. Екінші ата-ана дейді ғой, ұстаз деген. Сондықтан бар білімін осы шәкірттеріне беріп, жалпы мына өнермен қатар осы мына тарихты да қозғап, өйткені өнер мен мәдениет пен тарих бірге қатар жасасып келеді ғой. Сондықтан өзінің қайдан шыққан, оның ата тегі жаңағы бабалары кім болған, қазақ деген қандай ел болған, осы жайында, осы төңіректе әр сабақта айтып отырамыз. Өзіңіздің өмірдегі, осы өнер әлеміндегі ұстазыңыз кім болып еді, осы жайында айтып өтсеңіз? Енді ұстаздардан жолым болды деп айтқым келеді. Біз мектеп көрген дейді ғой қазақта. Енді Еркеғали Рахманбек атындағы бағана айттым сіздерге. Сонда ондағы ұстазым Бақтыбалы Қабиқызы, Майра Кебіспайқызы. Сол кісі, сонан кейін Алматы шаһарында профессор Біләл Ысқақов деген дәулескер күйші ағамыз бар. Сол кісіден тәлім алдық. Одан бері Ахат Байбосынов деген дәулескер күйші. Осы Тоқа күйшілік мектебінің көрнекті Тоқа күй мұрасын, Арқа күйшілік мектебінің көрнекті өкілі, мына Тоқа мұраны бізге жеткізген, осы Ахат ағамыз. Жеткізген күйшілердің бір емес, бірегейі деп айтқым келеді. Сол кісіден біраз күйлер үйрендік. Содан одан кейін осы қазір атаңда халық әртісі жақында тағыналды ағамыз. Баяғыда беру керек еді. Күйші композитор Сеген Тұрсыбеков ағамыздың. Сол кісінің жанында 5 жыл қызмет жасадым. Ақжауын камералар оркестрында. Сол кісінің өзінің шақыруымен. Сол кісіден де көп нәрсе үйрендік. Өмірлік, өнердегі сабақтардың. Енді сол үлкен ұстаздарымыздан, үлкен тұлғалардан алған біліміңізді жалпы сол қасиетті қазір енді шәкірттеріңізге беріп жүрсіз ғой. Жалпы енді сұрағым келіп отырған осы сізді халық арасында жалпы осы шертпе күйдің шебер ретінде таниды. Осы шертпе күйдің қазіргі заманға тыңдарман үшін маңызы не деп ойлайсыз? Сонымен қатар оның болашағын өзіңіз қалай елестетесіз?
Енді мына күй өзі, күй деген адамның көңіл күйінен шыққан, сондай түбірі содан шыққан ғой адамның көңіл күйі. Енді адамның көңіл күйі әркез әртүрлі болады ғой, өзіңіз жақсы білесіз. Адамның тағдырында, ғұмырнамасында қаншама түрлі кездер басынан өткереді. Қиын қыстау кезеңдері бар, қуанышты кезеңдері бар дегендей. Соның барлығы осы күйден көрініс табады. Біз енді мына шертпе күй деп жүректің қылын шертетін сондай бір нақысты күй деп те айтып жатады. Сондай ерекше мектеп өзі екі арнаға бөлінеді ғой, жаңағы шертпе күй, сосын төкпе күй деп, сол жаңағы алла батыс мектебінің күйлері, олар қазақтың мына рухты мінезін көрсететін. Сондай бір еліміздің мына бойындағы қайсарлық мінезін көрсететін сондай бір күйшілік мектеп деп айтқым келеді. Енді оның ішінде де төкпе күйде де философиялық күйлерде де табылып жатады. Ал енді мына шертпе күйлдің ол басында тұрған мына Бәйжігіт бабамыз ғой, содан бергі міне жалғасын тауып, қазіргі күнге дейін, мысалы осы күнге дейін үзілмей жалғасын тауып келе жатыр. Шәкіртіңізбен келіп отыр екенсіз. Рауан, рұқсат болса, енді өзіңіз ұстазсыз ғой. Рауанға сұрақ қойсам қалай, рұқсат па? Рауан, қош келдің бүгінгі осы түсірілімге. Өзің жайлы айтып өтсең, домбыраға жалпы қызығушылығың қайдан оянды? Өзің қызықтың ба бұл аспапқа, әлде ата-анаңның айтуымен ба? Осы жайында бір өзіңнің ойыңды білсек. Сен де болашақта бұйырса үлкен осы ағаларың сияқты атақты күйші болуыңа тілектеспіз. Мен әжем өзім домбыраға мені қатыстырайын деген. Сосын кішкентай бірінші классқа барғанда мен домбыраға қатысып, осы 6 жыл бойы қазір домбыраны оқып жүрмін. 6 жыл болды ма домбыраны оқып жүргеніңе? Керемет. Енді осы 6 жылда өзіңе үйренген күйлердің ішінде бір ең жақсы көретін күйіңді көрерменге орындап берсең деген өтінішіміз бар өзіңе. Әбдімомын Желдібаевтың Ерке Салқын киноны. Керемет. Ендеше құрметті көрермен, тамашалайық Рауан Батырдың орындауында.
Жарайсың, Рауан. Саған үлкен рахмет. Әжеңе алғыс айтқымыз келеді, ата-анаңа үлкен рахмет. Домбыраны ешқашан тастама. Әр жалпы осы қазақтың баласы, менің ойымша ойлаймын, осылай домбырада қалай керемет тап-таза орындап отыр. Жарайсың. Үлкен болашақта азамат болып қалыптасуыңа шын жүректен тілектеспіз, Рауан. Баланың жалпы өнерге деген қызығушылығын, потенциалын анықтау үшін біз қандай нәрселер жасауымыз керек, және де ата-аналарға қандай кеңес беретін едіңіз жалпы осы? Енді мына баланың жалпы сөйлесу арқылы оның қай өнердің өзі түр-түрі бар ғой. Оның ішінде жаңағы домбырашылығы бар, мына содан кейін мына әнге құмарлығы болады. Мен осы жерде сөзіңізді біраз бөлім деп тұрмын. Мысалы, сізге көптеген шәкірттер келеді. Сол шәкірттер келген кезде сіз бір-екі рет домбырада ойнатып, домбырады қолына ұстаған кезде өзі белгілі болатын шығар, ары қарай алып кете ме, әлде кішкене қиындау бола ма деген сияқты. Осы тұстарынан сұрап отырмын. Енді мына жалпы алғашқы бір-екі сабақ деп айтпай-ақ қойын. Мына алғашқы айлар дейін. Осы бір-екі айда баланың өзі белгілі болады. Оның қабілет қарыма. Алып кейбір балалар болады, мысалға нотамен жақсы қабылдайтын балалар болады. Кейбір балалар құймағалақ әдісімен. Оған жақында ғой. Құймағалақ. Иә. Сондықтан баланың сол құймағалақ әдісімен алып кететіндер бар. Енді бізде нота деген ол өткен ғасырда, 20-шы ғасырда келді ғой өзі. Біздің қазақ еліне өзі. Оның өзі жаңағы Ахаң академик Ахмет Жұбанов сол кісінің Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясын құрып 44-ші жылы, 1944 жылы. Сол кезде жан-жақтан мамандарды шақырып, оларға шалғайдағы дәулескер күйшілеріміз бар, басқасы бар, нота сауаты жоқ болса, оларға үйретіп, сол кезде сондай үлкен жұмыстар атқарылған болатын. Көрдіңіз ба? Құрманғазы Тәттімбеттің заман айтпай қойын, ол жақтан нота қойған жоқ. Жаңағы құймағалақ әдіспен қазақ ауыз әдебиеті сияқты, мысалы, ол да ауыздан ауызға тараған ғой жаңағы. Сондықтан күйшілік өнерде сондай. Біз енді өнерде осы өнерге берген кезде ата-ана түрлі үйірмелерге бергенде, оның ішінде жаңа спортқа беріп жатады. Сондықтан баланың ойымен де санасу керек деп ойлаймын. Баланың ойымен де санасып, оның егер суретке барғысы келеді кейбір балалар, мысалға. Кейбір балалар болады, әнге барғысы келеді, вокал, фортепиано бар. Біздің жан-жақты ғой, қазір Аллаға шүкір, мына қай салаға болмасын барам десе, мүмкіншілік бар. Әсіресе осы Астанаға мен Алматы қалаларында. Сонда балалардың мүмкіншілігінде байқап көру керек те ата-аналарға. Бірақ мен ойлаймын, жалпы енді қанша жерден қиын болса да біздің домбыраға деген махаббатымыз біздің тегімізде, қанымызда бар ғой. Сондықтан да айтады ғой, енді көз қорқақ, қол батыр дейді. Жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, бір-екі сабақтан кейін белгілі болады деп. Осы жерде мен де ата-аналарға айтатын едім. Басында қиын болса, мысалы, Рауан 6 жыл болыпты домбыраға барып жүргеніне. Егер де Рауанның өзіне қызық болмаса, ол бұрыннан қойып кетер еді, мысалы үшін бұл сабақты, дұрыс қой. Сол сияқты мен де ата-анаға айтқым келеді, бір-екі сабақ қиын болды екен деп тастап кетуге болмайды ғой. Жоқ, аздық айтады. Балаға деген оның қабілет қарымын ұштау үшін, байқау үшін осындай жаңағы үйірмелерге көбірек беру керек. Жақсы. Қанша жастан бастап ата-аналар сізге балаларын үйренуге? 6 жастан бастап келіп жатады маған. Ал ересек адамдарды домбыра үйренгісі келсе? Ересек адамдарды да ол үйренеді, үйреніп жатыр. Өйткені жалпы білім алу ол ешқашан кеш болмайды ғой. Қай сала болмасын. Мысалға біздің консерваторияда оқып жүрген жылдары бізден үлкен жігіттер де болды. Жас. Сонда сырттай бөлімде оқып білімін ұштады. Сол сияқты ол тек өнерде емес, барлық салаларда да білімін жетілдіріп,
болашаққа деген жарқын көзқараспен қарап солай баратындар бар бізде. Сондықтан ол жас ерекшелігіне аса қатты мән бермейміз. Адамның өзінің қызығушылығына, махаббатына байланысты деген. Енді домбыра үйренуге келетін жалпы осы астаналықтар неге жастар сарайын таңдау керек? Және аптасына неше рет өтеді сабақтарыңыз? Бізде енді аптасына 2 рет болады. Сонан кейін бір жағынан жастар сарайы енді бұл жерде бір үйірме емес, бірнеше үйірмелер бар. Домбырамен қоса сурет өнері бар, спорт секциялары бар дегендей. Сондықтан бұл жақта жастар сарайында мүмкіншілік көп деп ойлаймын. Жаңағы нотамен үйренгісі келсе нотамен, құймалы әдісімен үйренгісі келсе құймалы әдісімен үйретеміз. Баланың, адамның жалпы үйренгісі келген үйренушінің ниетіне қарай, ықыласына қарай. Жақсы, рахмет. Енді қанша көрермен қазір көріп отыр, сіздің де бір күй орындағаныңызды көргісі келіп отыр деп ойлаймын. Жеке көрермендер, өзіңізде бір енді шәкіртіңіз керемет күй орындап беріп жатыр. Сізге де бір өтініш білдіргіңіз келеді? Енді сіздерге қазір жалпақ жұртқа Секен Тұрысбек күйші композитор ағамыздың Ақжауын деген күйін тартқым келіп отыр. Ал енді мына сіздерге Секен Тұрысбек ағамыздың Ақжауын деген күйін тартып берейін, қабыл алыңыздар.
Үлкен рахмет. Рахмет. Егер Табатұлы. Кәдімгідей ойландырып қойдыңыз, толғандырып қойдыңыз. Көрермендерімізді біраз ой түйді деп ойлаймын. Мұхтар Әуезовтың бір айтқаны бар еді. Қазақ өнерінің ішіндегі ең күрделісі, ең толғаулысы, ең сырлысы осы күй өнері деп. Бұл күй киелі қастерлі өнер. Сөз жетпеген жерге осы күй жеткен ғой. Оны біздің Кетбұға бабамыздың Ақсақ Құлан күйінен көрініс тапқан сөзіме дәлел ретінде. Енді сондықтан қазақтың мына күйшілік өнеріне бет алған азаматтар олардың бойында қасиет бар деп білем. Сондықтан сондай қазақтың осы домбырасын жанына серік қылып жүрген азаматтардың барлығына шығармашылық табыс тілеймін. Болашағымыз балаларымыз ғой. Осы балаларымыздың болашағы жарқын болсын деп айтқым келеді. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамызды тәмамдаймыз. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен алғыс айтқымыз келеді. Пікірлеріңізді жаза отырыңыздар және де осы ұлттық өнерімізді, ұлттық құндылықтарымызды біз болып, сіз болып бірге насихаттайық. Осы подкастқа лайктарыңыз қажет, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Келесі жүздескенше жақсылықта болайық ағайын. Көп рахмет, аман сау болыңыздар.